Бізде қою да емес, сұйық та емес, керемет массамыз дайын болды. Ендігі бізге табамызды аударып, ортасына начинка творогымызды жағып аламыз. Және де екі шетін бекітіп, осылай домалап шығаратын боламыз. Ғанан кейін сіздер міндетті түрде осы рецепт бойынша қайтадан қайталап жасайсыздар. Біреуін жесеңіздер, өйткені тойымды болып шыға келеді. Бірақ өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша әртүрлі заттар салуға болады. Мысалы, мен творог салсам, келесіде сіздер басқа да начинка салуларыңызға болады. Варенье, джем тоже дәмді болып шығады.
ауызда еритін ажурный блинчиктерimiz дайын болды. Осындай қасына сгущенканы құйып алдым. Керемет болды. Каналыма тіркел, лайк бас, комментарий жаз. Және де осындай керемет рецептпен міндетті түрде бөлісіп отырамын.